Сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге ұлу жылындағы таразыларға арналған жұлдыз жорамалмен танысатын боламыз. Өткен жылдардағы еңбегіңіздің жемісін көресіз. Сіз лайықты марапаттарға ие боласыз. Сіз өзіңіздің мақсаттарыңыз бен тілектеріңізге салыстырмалы түрде оңай қол жеткізесіз. Бұл сізге өзін-өзі бағалауды жақсартады және өзіне деген сенімділікті арттырады. Басқаларға сіз үшін оңай болатындай көрінуі мүмкін, бірақ шындық, сіздің жетістіктеріңіз аспаннан түскен жоқ. Олар сізге қажетті қасиеттерге ие болғаныңыздың, сондай-ақ сіздің жылдар бойы еңбекқорлығыңыз бен табандылығыңыздың нәтижесі. Демалмаңыз, енді бірігіп нығайтатын уақыт. Жыл жеке өзіңізге тиесілі және сіздің қасиеттеріңіз, біліміңіз, дағдыларыңыз және тәжірибеңіздің жемісі болып табылатын нәрсені жасауға қолайлы. Бұл сіздің жеке бизнесіңіз немесе осы уақытқа дейін жай ғана идея болған тәуелсіз шығармашылық жоба болуы мүмкін. Мамыр айынан бастап сіздің жобаларыңыз бен армандарыңыздың жүзеге асуы үшін сізге үлкен қолдау көрсетіледі, бірақ сіз белсендірек болуыңыз керек. Егер сіз аздап батыл және мақсатты болсаңыз, сіздің іс-әрекетіңізде сәттілік ие боласыз және қажетті қолдауға ие боласыз. Бір нәрсе туралы ойлаған кезде пайда болатын ынта, бұл сіздің дұрыс жолда екеніңізді көрсететін көрсеткіш. Жылдың басы сіздің мансабыңызға қатысты жақсы болады, сондықтан оны барынша пайдаланыңыз. Жылдың екінші жартысы қарапайым таразылар үшін сәтті емес, сондықтан маусымнан кейін серіктестік құрудан аулақ болыңыз. Оның орнына төмен тұруға тырысыңыз және кез келген үлкен жобаларды қабылдаудан аулақ болыңыз. Тәуекелден аулақ болу сізге сәттілік әкелмейді, бірақ мансаптағы сәтсіздіктен аулақ болуға көмектеседі. Таразылардың денсаулығында ешқандай проблема болмайды. Жергілікті тұрғындар фастфудты бір жаққа қойып, тамақ дайындауға қайта кірісуі керек. Бұл салмақ жоғалтудың және холестеринді азайтудың ең жақсы тәсілі. Жаттығу. Бұл жергілікті тұрғындар, әсіресе олар көп қозғалмайтындар өміріне енгізуі керек нәрсе. Соңында таразылардың биылғы жылы әр 6 ай сайын денсаулығын толық тексеріп тұруы өте маңызды. Сондықтан олар ештеңенің белгілерін сезінбесе де, алаңдайтын ештеңе жоқ екенін сенімді бола алады. Сіз әрқашан армандаған тамаша үйде тұру мүмкіндігіне ие боласыз. Сізге енді үзілістердің, даулардың және жаман энергияның тұрақты сәттерін бастан кешірудің қажеті болмайды. Сіз өзіңізді тыныш және еркін сезіне бастайсыз. 2024 жылы таразы белгісіндегілер отбасының арқасында жақсы ақша тауып, сәтті аяқталатын қаржылық мәмілелер жасау үшін тамаша байланыстарды іздеу мүмкіндігіне ие болады. Сіз үшін сіздің үйіңіз де өз кеңсеңізді құруға тамаша орын бола бастайды. Тіпті егер 2024 жылы сіз жауапты болатын маңызды жобаларды қолға алсаңыз, сізде сонда өте жақсы жұмыс жасайсыз. Үйіңізге және оның орналасуына арнауға болатын бірнеше сәттер болады. Оны қайта құрылымдау көп қаражатты да уақытты да кетіретіні сөзсіз. Сонымен қатар, осы жыл ішінде елеусіз қалдырмайтын аспект отбасын кеңейту мүмкіндігі. 2024 жылы көптеген зодиак белгілері үшін отбасылық бірлікті көбейту және кеңейту үшін жақсы жыл. Міне достар, таразыларға арналған жылдық жұлдыз жорамалым осымен тамам. Егер де менің ақпаратым сіздерге пайдалы болып жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет.